жүрек шүйігі өнерлерін айтысып, таласып келіп, алмашып кетті. Қайрат айтыпты. Әй қалам, өзің білесің ғой. Неде еш... Қайырлы күн оқушылар, бүгін сіздермен Абай Құнанбаевтың 17-ші және 18-ші қара сөзін өтетін боламыз. Сіздерге сұрақ, қара сөз дегеніміз не? Қара сөз дейтін ол проза. Жақсы. Әдебиеттегі көркем шығарманы бөліп жатырмыз. Қара сөз деген ол ой толғам. Қара сөз ол ертегі, аңыз, әпсана, хикая түрінде жазылған шығармалардың бірі болып табылады. Қара сөз ол ой толғам екен. Олай болатын болса, Абайдың неше қара сөзі бар? Тамаша. Енді бірінші топқа 32-ші қара сөзі, екінші топқа 17-ші қара сөзі берілген. Оны біз немен байланыстырамыз? Физикамен байланыстырамыз. Бізге берілген тақырып Абайдың 32-ші қара сөзі, яғни Абайдың 32-ші қара сөзінде адамның өмірін екі жолға бөлгені туралы айтылады. Яғни бірінде нәпсіге, қызығушылыққа деген жол болса, ал екінші жолда ол білімге, мейірімділікке, ақылға сүйенген жол болып табылады. 32-ші қара сөзін физикамен байланыстыратын болсақ, бұл жерде энергияның формуласы. Егер бізде энергия болса, бізге идея, ойлар келеді. Ал бұл жерде күштің формуласы. Күш, еңбек арқылы жетістікке жете аламыз. Бұл жерде график адамның дамуын білдіреді. Бұл бізде берілген 33-ші қара сөз. 33-ші қара сөзде мұнда бізде дін адамы, яғни молда, ол кісі бізді Құдай жолда шақырады, арамдыққа бармай, тек қана жақсы жолға тартады. Бізге берілген тақырып ол 17-ші қара сөз. Яғни бірінші 17-ші қара сөз түсіндіріп кетсем, Абай былай дейді: адамның бойында осы үш қасиет тең жүру керек. Ол ақыл, қайрат және жүрек болып табылады. Егер осы үш қасиет адам бойында тең жүрсе, адам толық адам болады. Осы суретті қысқаша түсіндіріп кетсек, бұл адамның бойында ақыл, қайрат және жүрек тең жүрсе, ол толық адам болып өзінің жетістігіне жете алады. Яғни біздің жаңағы Абайдың 17-ші қара сөзінің формуладан алған кезде Е әріпі бұл бізде энергия, Ф әріпі бұл күш, ал бұл символ ол тоқ күші болып саналады. Және де физикаға салған кезде таразыға салсақ болады, және бір жағында қайрат болса, бір жағында ақыл болады. Егер ол адам бойында тең қасиетте болса, адам толық адам болып есептеледі.